Талғардағы бандиттер, Талғардағы бандалық топ шетел асты деген ақпарат жетті. Бұл ақпаратты бүгін таңертең менің инстаграмыма жекеме жазыпты. Бұл ақпараттың рас өтірігін дәл қазір анықтап үлгере алмадық. Ақпарат берушінің өзі жаңадан тіркелген аккаунт арқылы жазғанына қарағанда, және ешқандай фотосуреттерін қоймағанына қарағанда, өзі айтқандай жеке басының амандығынан қорқады екен. Бұл дерек көзінің дәл фактілерді бере отырып айтқанына қарағанда, арнайы қымбат көліктер жарықтарын жарқылдатып отырып, салтанатты түрде қайта-қайта құшақтасып, Алматы әуежайының VIP залынан, жай жолаушылар жүретін зал емес, шенді шенеуніктер, шетелдік қонақтар ғана ұшып кететін VIP залдан, Алматы әуежайының сол қол жағындағы VIP залдан арнайы ұшақпен кедендік тексеруден өтпестен, бұлар ауыр-ауыр жүктеріменен шетел асып кетті дейді. Бір деректерінде бұларды Түркияға, екінші бір деректерде бір тобы Дубайға кетті делінеді. Енді кеше жеткен ақпаратта бір бөліктері сол ауыл үйдің содыр сотанақтарының жеңіл-желпілері Қордай арқылы қырғыз асты деген ақпаратты айтқан болатын. Мен олардан дәлел деректерін беруін сұрадым, бірақ олар қорқып бермей отыр. Енді 16 жастағы Шерзатты қыршыннан қиған, зарлап, құлын даусы Құдайға жетіп шыңғырып отырған, анасының зарына қарамай, ана құшағында жатқан жігітті пышақтап өлтірген бұл жауыз бандиттік топтардың шын бет-бейнесі дәл қазірдің өзінде ашылып жатыр. Аталмыш атышулы Хасан деген бандиттің кім екендігін қазірге дейін қазақ билігі ресми түрде айтпай отыр. Хасан кім? Хасан неғып осы уақытқа дейін ашыққа шықпайды? Билік неге ұстамайды? Және баланы өлтіруге қатысқан 13 адамның неге жартысы ғана ұсталып, қалғандар ұсталмайды? Неге олар түрмеде қазы-қарта жеп отыр, қымыз ішіп отыр? Неге оларға бір ерекше құрмет жасалынып отыр? Бұны кім жариялады? Сол қайтыс болған баланың өзінің апайлары, туыстары жариялады. Енді кеше осы Шерменде кеткен Шерзаттың үйін өртеп жіберіпті. Неге оған күні бұрын қоршау қойылмады? Неге күні бұрын күзет қойылмады? Енді осының барлығы айналып келгенде нені білдіреді? Бір ғана нәрсені білдіреді. Бұл қазақ билігі, бұл банды қарақшыларменен ымы-жымы бір. Бір деректерінде осы бандалық топтың негізгі сенімді мүшелерінің туыстары, ағалары, көкелері Талғардың әкімшілігін басқарып отыр дейді. Бұл бір дерек. Екінші бір деректерде осы бандалық топтың алды облыстық әкімшілікте отыр дейді. Ұлттық қауіпсіздікте отыр дейді. Үшінші бір деректерде сол облыс әкімінің, Талғардың қалалық акиматындағы адамдар бәрі Астанадағы жоғарғы лауазымды тұлғаларменен бизнесі бар, тірлігі бар адамдар дейді. Яғни бай-байға құяды, сай-сайға құяды, жең ұшынан жалғасқан қылмыстық топ дейді. Бізге кешегі хабар берген кісілер осы Талғардағы бандалық қарақшылық бандиттік топтың бір ұшы әуелі есірткіменен және заңсыз наркотикалық заттарменен айналысатын сырттан келген жүнтөс келімсектерменен жалғасады дейді. Қайталап тұрып айтамын. Шеттен қазақ жеріне телмеңдеп жеткен жүнтөс келімсектердің негізгі тірліктерінің бірі есірткі болса, олар осы есірткі бизнесімен де қатысты, және қазақ жастарын осы арқылы өздеріне тәуелді қылып ұстап отыр дейді. Ендеше бұл жүнтөс келімсектер кімдер? Билік бұның бәріне неғып көз жұма қарап отыр. Енді осы тақырыпты қазақ халқының назарына ұсынып отырмыз. Бізге жеткен бейресми дерек көзінен жеткен ақпарат бойынша, егер шынында бұлар Қырғыз, Түркия, Дубай асқан болса, онда біздің кедендеріміздің де осы жоғарыдан түскен бір телефонменен осыларды қорғауға атсалысып отырғандығын білуге болады. Егер олар шетел аспаған болса, онда қазақ кеденнен осы оқиға басталғаннан бері шетелге кеткен қазақтардың тізімін жарияласын. Немесе тіркеуі Талғарда, немесе өмір сүру Талғарға қатысты адамдардың қандай да бір деректерін кеден жариялауға керек. Бірақ олар жарияламайды. Осыдан-ақ ойлаңыздар, неге қалған қылмыскерлер тұтқындалмайды? Неге осы уақытқа дейін ол жерде қандай да бір тексеру жүргізілмейді? Әлеуметтік желіде биліктің лицензионный айтқыштарыменен указной молдалары, указной блогер сымақтары, ойбай, Алматы облысынан сайланған депутат Ардақ Назар қайда, ойбай, Талғардың әкімін қызметінен кетіру керек деп зарлай қалыпты. Мен қайталап тұрып айтамын. Ардақ Назар ол жай депутат, ол бәленбай жүз
сайрауға рұқсаты бар лицензионныйлардың біреуі ғана. Оның қолынан боқ та келмейді. Арлы адам депутат болмайды. Депутат болу үшін маймыл болу керексің, арсыз болу керексің. Ал ондай биліктің үруге рұқсаты бар лицензионный иттері, аңырауға рұқсаты бар лицензионный есектері, олар ешқашан бұндай темаларды көтермейді де, кіріспейді де, себебі олар өздерінің ішіп отырған жуындыларынан, қолындағы итаяқтарынан айырылып қалғысы келмейді. Қазақтың басына ауыр күн туған кез келген мәселеде осы аңырауға рұқсаты бар лицензионный есектерменен үруге рұқсаты бар лицензионный указной иттердің қайсысы кеудегер балға шығып еді. Олардың барлығы биліктің тұр десе тұратын, отыр десе отыратын кесік құлақты және таңбалы құлдары ғана. Сондықтан қарапайым халықтың назарын ұсақ түйекке аударып, ойбай, анау қайда, мынау қайда, Талғардың әкімін ауыстыру керек дегеннен мәселе шешілмейді. Қарапайым қазақ Талғардың әкімін ауыстырмақ түгілі 30 жылға соттап жіберсең де, бұл мәселенің тек бергі жағы ғана. Қазақ халқының көзін ашу үшін мен мына бір мәселені астын сызып отырып, мән беріп отырып, маңыз беріп отырып айтамын. Талғар тек бір ғана мысал. Бұл қазақ қоғамында 30 жылдан бері жалғасып келе жатыр. Бір Талғардың әкімін ауыстырып, немесе оның полиция бастығын ауыстырып, немесе прокурорын, судьясын сотта ұлттық қауіпсіздігін жазалап әйткен бүткенде мәселе шешілмейді. Бұл қылмыстық пирамидалық топтың ең басында кім отыр? Назарбаев Тоқаевтың қылмыстық жүйесі отыр. Бүкіл қазақ халқын езіп, қанап, үрейде қорқынышта ұстап отырған, осындай зұлымдықта өмір кешуге мәжбүрлеп отырған қылмыскердің біріншісі Назарбаев Тоқаев және оның қылмыстық пирамидалық, бандалық, қарақшылық жүйесі. Сондықтан бір ауданның, бір қаланың, не облыстың әкімін ауыстырып, ішіндегі аталмыш жаңа кінәлілерді жазалай қойғаннан, немесе ойбай ана депутат қайда қарап қалды, мына сайрауық бұлбұл неге сайрамай қалды дегеннен мәселе шешілмейді. Қазақтар бұндай биліктің жалдамалы блогерлеріне, жалдамалы айтқыштарының халық назарын басқаға бұратын осындай сынық сылтауларына, сыңар сылтауларына алданбаңыздар. Мәселенің түп төркініне, түп қайнарына ой жүгіртіңіздер. Мен бұл сөзімді қазақ халқы алда болатын, қарашада, қаңтарда болатын Қазақстан қоғамындағы үлкен бір саяси өзгеріске қазақ халқының көзін жеткізу үшін мен осыны баса айтқым келеді. Қазақ билігі қазақ халқының жауы. Оның ту басы, бүкіл қылмыскер, ана банда, мына қарақшы, оның ту басы Астанада, Ақордада отыр. Міне, осыны білу керек. Және бірі, мейлі сырттан келген жүнтес келімсек болсын, мейлі бүкіл қазақтың байлық көздерін, мұнай көздерін, кендерін, кеніштерін тұтасымен қолына алған Ресей билігі болсын. Бүкіл нарықты Қытайға ұстатып қойып отыр, нарығымыздың біраз бөлігін Қытай алып қойды, мейлі сол Қытай билігі болсын. Осының бәрінің келу қайнары қайда? Ол Путиннің кесік құлақты құлы, таңбалы құлы, Путин арқылы тағын сақтап қалған, қаңтарда қазақты қынадай қырып, қазақтың қанының беделіне тағын сақтап қалған Қанышер Тоқаев. Міне қазір қазақтың мемлекеттік ірі мұнай кеніштерін Путиннің жіберген адамдары игеріп жатыр екен. Бұл туралы қазір ақпаратта ашық қағылып айтылып жатыр. Міне қазақтың ең маңызды деген зауыттары, өндірістер, анау Шымкент, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, барлық жердегі ірі өндірістерді орыстар алып жатыр. Не ақшасын алып жатыр? Кімге берді? Оны парламент шешті ме, мәжіліс шешті ме, халық білді ме, референдум болды ма? Жоқ. Бәрін Тоқаев өзі біліп шешіп жатыр. Неге? Ол міне 7 қазанда Путиннің туған күнде шауып отырып Мәскеуге барып, қожасына 6 қазандағы өтірік референдумның сыйлығын беріп қайтқан адам. Енді қазақтар ойлай беріңдер, түсінетін кездеріңіз жетті. Зұлымдықтың қайнар көзі мына Қанышер Тоқаевтық Назарбаевтық жүйе. Қанышер Тоқаев Назарбаевтан миллион есе, мың сан есе артып кетті. Ол үрейде қорқынышта жасап жатыр. Оның үрейде қорқынышта жасап жатқандығының айқын дәлелі, ол Ақорданы айналдырып, бұрынғы қоршаудың сыртынан одан да биік қылып, бетондап, темірлеп, темірден қорған соққызып жатыр. Ол неге дайындалып жатыр? Ол қараша қаңтарда болатын әлемдік үлкен саяси өзгеріске дайындалып жатыр. Ол осы үлкен саяси өзгерісте, егер Ресей билігі құласа, Ресей-Украин соғысында қандай да өзгеріс болса, Америкадағы президенттік сайлауда қандай да бір өзгеріс болатын болса, халық көтеріліп кете ме? Путин құлаған кезде сол Путинмен бірге қоса құлайын ба? Түйені жел ұшырса, ешкіні аспаннан көресің дегендей, Путинді орыстың оппозициясы немесе ашынған орыс халқы құртса, не Зеленскийдің армиясы құртатын болса, онда сонымен бірге қазақ халқы көтерілсе қайтемін деп шошып отыр. Ол өткенде референдум болатын кезде Ресейден әскер алдырып, бүкіл Қазақстанның ірі қалаларының маңында әскери базаларға орналастырыпты.
Кәдімгі ауыр қаруларымен келген Ресей әскерилері референдумнан кейін қайтыпты. Ол неге қазақ жасақтарына, қазақ армиясына сенбей отыр? Себебі қазақ қазаққа оқ атпайды. Егер қазақ қазаққа оқ атпаса, мені Ресейдің әскері қорғайды деп отыр. Қазір Қазақстанның ұлттық армиясында тұтасымен қазақ армиясының киімін киген Ресей әскерилері қызмет атқарып отыр. Бәрі өтіріктен қазақстандық құжат алып алған, анығында олардың Қазақстанда бір күнде өмір сүрмегені, тек Ресей азаматтары екендігін қазақ әскери саласында жұмыс істейтін жоғары дәрежелі лауазымды адамдар маған Дубайға барып арқылы, Дубайдағы адамдарымен үшінші телефон арқылы сөйлескенде жеткізген болатын. Міне, бұның барлығы нені білдіреді? Тоқаев қазақты жау көреді, қазақтың армиясына да сенбейді, қазақтың бүкіл халқына да сенбейді. Ол тек осы Путин кеткен күні ажалым қайдан болады, қай жақтан келеді деп шошып үрейленіп отыр. Тоқаевтың үрейленгендігі сонша бүкіл бас көтерген қазақтың азаматтарын түрмеге тықты. Міне, әлемге әйгілі марафоншы Марат Жыланбайды 7 жылға соттады. Қазір түрмеде оны қорлықта ұстап отыр. Оның астында көрпе де жоқ, терезесі тесік, және жатқан бөлмесінде жыландар, бақа шаяндар пайда болады екен. Ол нені білдіреді? Марат Жыланбайды Тоқаев өлтірмекші. Кім сияқты өлтірмекші? Кәдімгі Арон Атабекті өлтіргендей өлтірмекші. Аронды өлтіргендей өлтірмекші. Асқар Сембайды да түрмеге қамады. Қолында темірдің сынығы жоқ. Айгерім Тілеужанды әуежайды басып алды деп оны соттады. Ал бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейтін журналист Думан Мұхаммедкәрімді қаңтардың ашшындығын әшкерелегендігі үшін оны сылтаулатып, оны 7 жылға соттады. Міне осының барлығы Тоқаевтың үрей ішінде отырғандығының белгісі. Ақордасын айналдыра қоршап, қазақтан ажалым болады деп үрейленіп шошып отырған Тоқаев бүкіл қазақ қоғамындағы мың сан зұлымдықтың қайнар көзі. Ойламаңыздар, ойбай, ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деп. Ескі Қазақстан деп сөйлеген, оттаған адамның тілін кесу керек. Ескі Қазақстан деген жоқ, бәрі бір Қазақстан. Назарбаев кешегі референдумда тажал ұқсап, албастының апасындай болып шайтандай сопаң етіп шыға келгенде-ақ білсеңдер болды. Жаңа Қазақстан жоқ, ескі Қазақстан жоқ, сол бәрі бір Қазақстан. Кеше ғана Қайрат Сатыбалды түрмеден шыға келген кезде білсеңдер болды. Секталар қайтадан билікке келіп жатыр. Құлыбаев және Назарбаевтың қыздары әлі де Қазақстанның бүкіл байлық көздерін ұстап отырғаннан ақ білсеңіздер болды, бұл әлі де сол баяғыдағы жүйе. Қазақты алдап отыр. Және бұл биліктің зұлымдығы соншалық, күні-түні мемлекеттік медиалар арқылы, телеарналар арқылы, барлық сатымсақ суайт, журналист, блогерлер арқылы өзін мақтатып, жақтатып отырғанмен бірге өтірік фейк қолдан оппозиция жасап, осы оппозициялар арқылы аталмыш елдің сөзін сөйлеп жүрген ашық ойлы азаматтар дейтін. Анда-санда билікке қаратып, өтіріктен лицензионный түрде, рұқсаты бар указной халде билікке қаратып, мына билік қайда бара жатыр, халықты неге ойламайды деп бір-екі үргізтіп қояды да, анығында осындай мәселелердің барлығында халықтың назарын басқаға аударады. Қайда аударады? Ойбай, депутат Ардақ Назар осы Алматыдан сайланған, қайда Талғардың әкімін ауыстырайық дейді. Сосын халық ойлайды, ойбай, мынау әулие азамат еді, осы телеарнада сөйлеп жүруші еді, осы әлеуметтік желіде мәселені көтеріп жүруші еді, осы айтты, осы бүкіл кінә сол Талғардың әкімінде маймыл депутат Ардақ Назар екен, соның мәселесін шешсек шешіле қояды екен дейді. Ардақ Назаровты депутаттан алып тастамақ түгіл, атып тастасаң да мәселе шешілмейді. Талғардың әкімін итжеккен қайдасаң да мәселе шешілмейді. Мәселенің түп қайнар көзі Ақордада, Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйеде. Осыны қазақ халқы түсінетін кез келді. Бұл бандалық топтар неге марқұм Шерзаттың, Шерменде кеткен Шерзаттың үйін өртеп жіберді? Себебі Шерзаттың айналасын, туыс-туғанын үрейлендіру, және сол арқылы осы мәселені ең соңында жүрдім бардым сиыр-құрым шақтатып жоқ қылу. Және осы мәселені ең соңында өтіріктен ана депутатты қызметтен алды, мынаны соттады қылып жоқ қылу. Сөйтіп қазақтың назарын тағы бір деңгейге аударып, сосын тағы бір есерсоқ көкмей әншіні есірткімен ұстайды, тағы біреуінің қатынын ажырастырады, сосын тағы біреу өтіріктен алданып қапты, айтып қапты, тағы біреу бір әптеде 2 бала туыпты, тағы біреуін бірдеңе істеп қойып, соныменен анаша шегіп көлік айдап ұсталыпты деп неше түрлі қолдан жасаған шоулар арқылы, спектакльдер арқылы қазақтың назарын тағы басқаға аударады. Сенбесеңдер қарап тұрыңдар. Алдыңғы жолы батыс Қазақстанды су басып, бүкіл қазақ далада, көктемнің суығында далада қаңғып қалған кезде аяқ астынан қатынын өлтірген министрдің бітпейтін сериалын қойған болатын. Сонда ана суда жатқан халық белуарынан су кешіп отырып, әлгі министр не болады екен, қатыны не болады екен деп сериалды көрді. Содан оның видеолары аяқ астынан пайда болды. Бұның барлығы халықтың назарын басқаға бұру. Әр жолы өрт кеткенде, бір жерде қару-жарақ қоймасы жарылғанда, тағы бір сұмдық апаттар болған кезде
тағы бір әртісті ұстай қалады, біреуді соттай қалады, бір әртіс ажыраса қалады, бір әртіс ойбай деп алданып қалған болады. Тағы бір әртіс аяқ астынан бір жетімді, міскінді, пақырды тауып алып оған жылу жинай қалады. Сөйтіп халықтың бүкіл назарын әлгіге аударады. Надан, топас, тобырлық деңгейге түсіп кеткен бейшара қауым әлгі нәрсенің бәріне алданады. Шын мәнінде жылаған балаға кәмпит беріп алдағандай қашан алданасың? 30-ға келген кәрі қыз отырып қалдым деп байыз дейді. Ал 30-ға келді ғой қазір. Міне Тоқаев отырғалы да 19 жылдан бері міне есептей беріңдер. 5 жыл болды. Не істеді Тоқаев? Өтірік референдум, өтірік сайлаудан басқа не істеді? Тоқаев келгелі апаттан көз аштың ба қазақ? Арыста жарылыс болды, су апаты болды, тасқын болды, қару-жарақ қоймаң жарылады. Енді ойлаңдаршы, қай жерің апатқа ұшырамады? Мына Тоқаев ол таджал, ол дәджал кәдімгі. Шариғатта айтатын дәжал, қазақша айтқанда тажал. Бұл тек қана апат әкеледі қазаққа. Осыны қазақ түсінетін кезі келді. Анығында бір талғар ғана былығып жатқан жоқ, бүкіл Қазақстан былығып отыр. Талғар бүкіл қазақтың айнасы ғана болып отыр. Қашан осындай зұлымдықта өмір сүресің? Аналар зарлап әлеуметтік желіде сөйлеп жатыр. Ойбай, баламызды енді қайтып көшеге шығарамыз. Ойбай, баламызды қайтып мектепке береміз. Бүкіл қоғамды осындай зұлымдыққа салып отыр ғой мына жүйе. Мына жүйе істеп отыр ол, басқа ешкім емес. Оларға сенің балаң бір тиынға керегі жоқ. Олар неге күні-түні спортшыларды, әншілерді телеарнада сөйлетеді? Бұл спортшы, әнші дегеннің ол 99% топас болады. Ішінде бір есі дұрыс. Басында Құдай бір мигілеткасын беріп қойғандар 1%-ға жете ме, жетпей ме? 99% Құдай ұрған топас болады. Соны бүкіл халқымыздың алдында соларды үгіттейді. Халықты соған алдайды. Көрсетіп жатқан сериалдар ненің сериалдар? Өңкей қылмыстық топтардың сериалдар. Ресейдің идеологиясы, пропагандасы, сөйлеген сөзі сол. Қазақтың аузындағы боқ аузына дейін орыстікі. Содан өңкей балалардың айтатыны атып кету, шауып кету, қырып кету, сөйтіп қарақшы болу, көшеде жүрсе де талтаң етіп, orang етіп, орангутан құсап жүрген қазақтың баласының бүкіл арманы сол жуан жұдырық болу, біреуді шекесімен сүзіп кету, біреусіне жерге қағып кету, осыдан басқа балаң ойланбайды. Айналасына түкіріп, насыбай атып, өз-өзінен есіреңдеп, қолтығына кірпіш қысып алғандай orang етіп жүрген есерсоқ қазақтың барлығын кім тәрбиелеп жатыр? Осы қоғам, осы өкімет тәрбиелеп жатыр. Қызыңды жаңағы жезөкше, әнші, әртіс қылуға, ұлыңды жаңағы қарақшы, бандит қылуға итермелеп, тәрбиелеп, сенің түп санаңа соны үгіттеп жатқан сол. Неге? Сенің алдыңда үлгі қылып телеарнада көрсететіні сол әнші, биші, күйші, ақын, жағымпаз, жантақ, өңкей, суайт, сосын жаңағы көкмей, спортшы солар ғана. Сосын қазақтың баласы соларға еліктейді. Балаң кім болғысы келеді десе, әнші болғысы келеді дейді. Балаң кім болғысы десе, жаңағы боксер болғысы келеді дейді. Міне. Дүниеде бүкіл әлемде ғылымның, білімнің алдына шыққан Жапония менен Израильді қара. Сол Жапонияда, Израильде бір атақты боксер бар ма екен? Соларда дүниені шулатқан әнші шыға ма екен? Балуан шыға ма екен? Сол боксер, балуан, ойбай әлемді мойындатты дейтін сол жаңағы білек жуандар, сол өңкей осы қазақ сияқты фильтрден өткен игі жақсысы, талантты, ақылдысы ғасырлар бойы мына отаршылдар жағынан қырылған, жойылған, тек жаңағы ит жандылар тірі қалған қазақ дейтін халықтан шығады. Бізге әншілер үлгі емес, бізге арсыз ақындар, айтыс ақындар үлгі емес. Құдай ұрған адам әнші болады, Құдай ұрып қойған адам ақын болады. Құранның өзінде ақындарға азғындар ереді деп айтты. Құранның өзінде ақындарға азғындар ереді деп айтты. Құранның сүрелерді оқыңдар білсеңдер. Тұтас қазақтың басында қасірет бұл. Бұл бір шерзаттың туыстары артында аңырап қалған аға бауыры ата-анасының қасірет емес. Бұл тұтас қазақ қоғамының қасіреті. Қазір қазақтың жастары осындай қылмыстық топтардың қолынан өлуден, солардың қорлығынан, солардың педофилдік жасауынан, зорлық жасауынан, жыныстық зорлық зомбылығынан өлуден дүниенің алдыңғы орнына шықты. 20 миллион қазақпыз. Дүниеде бірінші орынға шықтық. Суицид жасаудан, өз-өзіне қол жұмсаудан дүниеде бірінші орынға шықтық. Кәмелетқа толмаған өспірім ұл балалар мен қыз балаларға жыныстық зорлық зомбылық педофилдік жасаудан дүниенің алдыңғы үштігіне кірдік. Кәмелет жасына толмаған, 16-ға толмаған қыздарға және ұлдарға жыныстық зорлық зомбылық жасаудан дүниенің бірінші орнына шықтық. Көлік шырғалаңынан алдыңғы үштікте жүрміз. Түрмедегі зорлық зомбылық және армиядағы зорлық зомбылықтан дүниенің алдыңғы орнына шықтық. Енді осының барлығын айта бер. Міне Талғардағы мынау Хутор бандасы сияқты, жаңағы бандит Хасан сияқты, бұлардың бәрінің артында кім отыр? Билік отыр. Жаңағы есірткі сататын жүнтөс келімсектердің артында кім отыр? Билік отыр.
Неге жаңағындай қыз зорлағыш, ұл зорлағыш, сәби зорлағыш педофилдер сотталмайды? Армияда түрмедегілер неге сотталмайды, жазаланбайды? Бұның барлығының артында билік отыр. Биліктің ұстанымы не? Биліктің ұстанымы тек бізге тимесең болды, қазақ біріңнің етіңді бірің пісіріп же деп отыр. Биліктің ұстанымы мен жемеген қарын боғымен піссін деп отыр. Биліктің ұстанымы қазақ халқын жаңағындай қылмыстар арқылы, үрей арқылы, жаңағындай неше түрлі сұрқия зұлым факторлар арқылы қазақ халқының еңсесін басып, рухын түсіріп, сындырып, майыстырып, таптап, мүжіп, бас көтермейтіндей қылып, жаңағы мың салса бір баспайтын бейшара сорлы қылмақшы. Кәдімгі Айтматов айтқан мәңгүрт жасамақшы. Мәңгүрт деген не? Ертедегі жауыз көшпенділер жаңағы аса тізесі батқан қарсы жақтың жаудың ұрпағын басына кәдімгі жас теріні, жас малдың терісін басына қаптайды екен. Алдымен шашын тықырлап алады екен. Сосын басына жаңағы жас ботаның терісін қаптап, тура шыңғыртып тұрып, жаңа таспасын тіліп тұрып, бұтас басын құрсаулап, байлап, шандып, шешілмесіне қылып, сосын ыстық күнде далаға тастайды екен. Анда ыстық күнде ана қатқан тері қысады екен. Ол әгі жаңағы танкімен таптағандай бір жолда таптап басыңды жаншып жіберсе, ол жеңіл. Анау минут, секунд сайын, әр дақиқа сайын сенің басыңды, сүйегіңді қусырып қысқанда, соның азабына шыдамай, ана үрейден не оны шеше алмайды, қол аяғы байлаулы, не басын өз ұрып жаңа шаға алмайды. Анау қысып, сол қысқан азап, ол және тұрақты түрде үздіксіз күн ысыған сайын, қуырған сайын, ана қатқан тері басын қысқанда, ең соңында адам сол үрей мен азаптан мәңгүртке айналады екен. Ол мәңгүрт үрейленгені, қорыққаны, ана азаптың, оның әрбір секунд сайын ана арта түскен азап, оны шошытқаны, жанын күйзелткені соншалық. Енді ол отыр десең отыратын, тұр десең тұратын, шешеңді ат десең ататын айналады екен. Міне сол мәңгүрт. Ал билік жаңағындай зұлымдықтар арқылы, аттап бассаң толған апат арқылы, аттап бассаң жолығатын бәле арқылы, үрей арқылы, қоғамдағы теңсіздік арқылы, қоғамдағы жұмыссыздық арқылы, әлемде жоқ жер бетіндегі ең жоғарғы өсім арқылы, жұмыссыздық арқылы, қылмыс арқылы, жаңағындай қылмыстық топтар арқылы қазақ халқын жаншып, үрейлендіріп, таптап, сындырып, майыстырып ұстамақшы. Сосын қазақ халқы ешқашан басын көтере алмайтын болады. Оларға керегі 20 миллион қазақты осылай ұстау. Неге қазақ жерінде қаңғып келген келімсектер үстемдік жасайды? Неге олардың жігіттері жаңа қазақтың 12-де бір гүл ашылмаған бүлдіршін қызын зорлап кетеді, сотталмайды? Неге жаңа 7 жылға сотталып кетті? Мысалы, Жаркентте анау бір жүнтөс келімсек қазақтың қызын, орта мектептің 3 қызын қатарынан зорлайды, сотталмайды. Ең соңында қалып көтерілгенде соттайды, артынан 1 жылға жетер жетпей босатады. Кім босатады? Билік босатады. Артынан шығаса да тағы бір қазақтың қызын зорлап, оны өлтіріп, артынан оның мәйітін бензин шашып өртеп жібереді. Ал кез келген келімсек қазақтың намысын таптайды, қорлайды. Біздің тарихи ұлы тұлғаларымызға, Әлмерек Абыз бабамызға, Көсем Әлмерекке, Абыз Әлмерекке, Әулие Әлмерекке тіл тигізеді. Қазақтың анау жошыдан келе жатқан хандық жүйесінің соңғы ханы, орыс отаршылдарына, орыс басқыншыларына қарсы ту көтеріп ұстаған қазақтың соңғы ханы Кенесарыны бандит қарақшы дейді, бірақ кешірім сұрап құтылады. Кез келген келімсек қазақтың намысын таптап сөйлейді. Неге? Неге билік оларды соттамайды? Ау деп аузын ашқан қазақтың жігітін 7 жылға соттайды, бірақ жаңағындай келімсектерге неге заң тесік болады? Барлық айналып келгенде сол барлық келімсегі бар. Есірткі сататын жүнтөстері бар, қылмыстық топтары бар. Өздерінің ауылдың әкімінен тартып аудан әкімі, облыс әкімі, ең соңында ана парламент депутат, министр, премьер-министр Тоқаев, Назарбаев кландық тобы, бұлардың бәрі пирамидалық жүйе, бұлардың бәрінің бір ғана жауы бар, ол қазақ халқы. Қазақ халқын кім қорласа, оларға сол майдай жағады. Қазақ халқының еңсесін кім түсірсе, соларға ол майдай жағады. Ол бергел, бер қарай кел дейді. Қазақ халқына кім жау болса, олар оның досы болады. Сөйтіп мына 20 миллион тесік құлақ таңбалы құлды кәдімгідей тапжылтпай ұстап отырып, әлемде жоқ ең жоғарғы өсімді кредитті төлетіп, олардың ұлын құл қылып, қызын күң қылып, жезөк шөгіп, қаңғытып, еркегін жер әлемге қара жұмыс істеп, кәсіпкер байтер қылып, жаңағы шетелге жұмыс істеуге кетіп, тентіретіп, қыздарын бүкіл жер әлемге жезөк шөгіп, тоздырып жіберіп ұстап отыр. Жоқшылықтан, кедейшіліктен қазақ ең соңында ес алмас тобырға айналады. Биліктің көздеп отырғаны осы. Бір ғана талғардың мәселесін көтеріп, ұсақ түйекке алмаңдар. Мәселенің қайнар көзін біліңіздер. Мәселенің қайнар көзін біліңіздер.